12 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы кеш, құрметті Жамбыл телеарнасының көрермендері, тікелей эфирде біздің пікір хабары. Қыз тәрбиесі, ұлт тәрбиесі немесе қызға қырық үйден тыю деген қазақ халқы үшін қыз баланың қоғамдағы рөлі орасан зор екені белгілі. Ендеше 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесіне орай біз бүгінгі студиямызға Жамбыл өңіріне танымал әйел азаматтарын қонаққа шақырған едік. Алдымен сіздерді студия қонақтарымен таныстырып өтсем. Рахымжанова Мәкен Рахымжанқызы, Қазақстан Республикасының халық әртісі. Рақышева Нілзия Алғазықызы, қоғам қайраткері. Дәмеш Шайхықызы Өскенбаева, Аманат партиясының мүшесі, білім саласының ардагері. Ұлана Сламбекқызы Сламбекова, Тараз қаласы әкімінің орынбасары. Нұралиева Динара Хатамқызы, нөмір 14 мектеп директоры. Құрметті қонақтар, біздің студиямызға қош келдіңіздер. Енді біз сіздерді бүгін мереке қарсаңында мереке күні шақырып отқанымыз, сіздерді күніге көре бермейміз. Барлықтарыңызда елімізге, жалпы облысымызға белгілі әйел азаматтарсыздар, қызмет істедіңіздер, және сол қызметпен қатар бала тәрбиеледіңіздер. Жалпы айтқан кезде қоғамға бүгінгі үлгі азаматсыздар. Сондықтан да уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс айтамыз. Енді Мәкен Рахымжанқызы, бірінші сұрақ өзіңізге. Жалпы мынау қазақта қыз тәрбиесі, ұлт тәрбиесі деп айтамыз ғой. Осы қалай ойлайсыз? Бір қыздың тәрбиесін бүкіл ұлттың тәрбиесіне теңеген қалыппыз да. Сіздерді кезінде аналарыңыз қалай тәрбиеледі? Бүгінгі жалпы жас аналардың балаларын тәрбиелеп жүргенге көңіліңіз тола ма? Осыған байланысты не айтасыз? Енді қыз деген ол қазақтың ең қыз баланы керемет құрметтеген. Қыз баланы төрге отырғызған, қыз баланы әлпештеп өсірген, қыз бала бөтен елдің адамы деп тәрбиелеген. Сондықтан енді мен ойлаймын, қыз тәрбиесіне ең бірінші өте жауапкершілікпен қарау керек сияқты. Неге десеңіз, ол ана, ол ұрпақ тәрбиелейді. Ол қазіргі біздің әйелдер қоғамдағы өте керемет өздерін дамытты десем болады, мысалы. Бәрі қоғам қайраткерлер. Міне, әпкемді қарап, бәрі қоғам қайраткері. Мен де енді қоғам қайраткері болмасам да, осы отанымызға қызмет еттік. Соған байланысты. Қыз тәрбиесін, ол бала кезден, меніңше өмірге келгеннен бастап тәрбиелеу керек қой деймін қыз баланы. Сонда ол енді қоғамда ол өзінің орнын табады деп ойлаймын негізінде. Ал мен өзіме келетін болсам, мысалы, мен 3 қыз тәрбиеледім. 3 қыз тәрбиеледім, Құдайға шүкір. 8 немерем бар, 4 шөберем бар. Балаларым өзінің орнын тапты, қыздарым. Бәрі енді қызметте, біреу анау қазір бизнесте, біреу өзінің несі бар жаңағы, не деп жүреді, жеке кәсіпкерлігі бар. Сондай қызметте, мысалы, балаларымыз, қазір қыздарымыз өз балаларын тәрбиелеп, қоғамда енді. Ал енді мен айтып отырам, мысалы, қыз баланы, енді қазақта айтады, 40 үйден тыю дейді. Қыз баланы кішкентайынан тәрбиелеу керек балаларды, ақылымды айтып отыру керек. Мен енді өзі қызық енді. Қыздар тәрбиелегенде кішкентайынан мен ертек айтып өсірдім. Сонда енді ертек таусылады. Қайта айта бересің ғой. Соны мен өтірік ертек айтамын. Ойымнан құрастырам. Ана балаға себебі тиетін, пайдасы тиетін, кәдімгі әдемі сондай ертекті құрастырып айтам. Соған жаңағы таң қалып не қылады ғой балаларым. Мама, шынымен сөйтіп болған ба? Иә, сондай болған деп жаңағы. Сол қыз баланы кішкентайынан тәрбиелесе, ол ұлт. Ұлттың өзі қыз баланың тәрбиесінен тұрады ма деп ойлаймын. Егер ұлт қазақ десек, біз ұлтымызды, қазақтың тәрбиесі баланы, жаңа қыз баланы тәрбиелеп, болашақ жаңа ананы тәрбиелеп, өзінің ұясына қондырса, ол жақсы ана болады. Жақсы, мен айтар едім, қызметте де болады, үй шаруасында да бәрін алып жүретін тек ана. Солай ғой. Сондықтан мен айтам, қыздың тәрбиесі ұлтымызға маңызы зор енді.
үлкен маңызы бар. Жақсы, рахмет. Нілзе апа, енді сіздің ойыңыз қалай? Сіздерді аналарыңыз қалай тәрбиеледі сол кездерде, бала кездеріңізде, есіңізде ғой бәрі? Енді шын мәнісі қыз тәрбие, ұлт тәрбие дегенін енді жас кезімде жаңағы отбасымнан білемін, өзімнің отбасымнан. Біз 6 қыз, 2 ер бала болды. 3 ер бала болды. Қыздардың барлығы анамызға қарап тәрбиеледік. Обыкновен рядовой колхозшылар болды. Әкеміз МТС-те жұмыс істейді, таңертең сағат 5-те кетеді, түнгі сағат 11-де келеді. Шешеміз де сонда тәрбие. Сонда шешеміз постоянно айтатын, любой нәрсені. Тігін тіксек те айтатын, кітап оқысақ та, жоқ әлде бір жерге қыдырып барсақ та, постоянно айтатын, айналайын, қызға қарап баға береді. Сендердің жүріс-тұрыстарыңды жалғыз мен емес, мына 40 үй қарайды, бүкіл ауыл қарайды. Сонда біз ойлайтынбыз, қай жақтан қарайды олар деп, қай жерден бізді тәрбиелейді деп. Мен өзім ойланатым. Тем более біз МТС-тің қасында, орыс мектебінде біз енді емін еркін жүрген адамбыз ғой қыздарымыз. Сонда даже киноға барып қайтқанның өзінде кіммен келе жатырсыңдар, соны біледі. Сонда айтам, оны қайдан біліп қойдыңыз? Жұлдыздар айтты ма, кім айтып қойды сіздерге десем, айтады. Ауыл деген ол бір қоғам. Ол қоғамда бір іс жай кетпейді. Сондықтан сіздердің жүріс-тұрыстарыңа и так далее бәрі жақсы. Кейін институт бітірдім ғой, ауылға келдім. Онда да шешем жаңағы. Шешенің, ананың тәрбиесі зор. Сонда шешем айтатын, шырағым, айналайын, білем, білімің жақсы басқа, бірақ та ауылға қайтып жұмыс істеші. Не себептен деймін ғой? Барлығы Алматыдағы алып атыр, басқа жерде не себептен мен ауылға қайтуым керек? Сонда айтады. Біріншіден сен ауылға елге қайтып неғаның сенің әкең дәрежесін көтересің. Елдің дәрежесін көтересің. Рақыштың қызы оқу бітіріп, елге келіп, мынандай қызмет істеп жатыр деп айтады. Екіншіден мынау артында келе жатқан ұрпақтарды кім тәрбиеледі? Саған білімді біз бердік, а басқаларына біз бере алмаймыз. Міне солардың барлығы, наверное, бізге әсер етті. Өмірімізге, әке-шешемізге қарап, жаңа өзіміздің қатарластарымызға қарап, ауылда жүрген жеңгелерімізге қарап біз өстік. Кейін ойлаймын, жаңа сенің сұрағыңа, қыз тәрбие, ұлттың тәрбиесі. Шын мәнісіне кейін әрбір қыз ол отбасы, бір отбасының иесі, сол қоғамға өзі көрсетіп атыр, бала тәрбиелеп отыр, и так далее. Сонда сол кішкентай ғана семья, отбасы бүкіл әлемге, бүкіл елге тарайды ғой. Сонда ауылымызда айтатын, үлкен апа, анау молда апа, анау оқушы апа, и так далее. Менің шешемді каким-то образом кішкентайынан райком апа дейтін. Шли ақылды болды ма, шли басқа болды ма. Кейін мені райком сайлағанда ол кісі елді шақырып, ағайындарды, абысындарын шақырып бата алған. Айналайын, мен енді райком, сендер айта бермеңдер, мен райком апа емеспін, райком қызым болды, енді соған кішкене бас иіңдер, и так далее. О да бір тәрбие ғой. Мен айтам, оны неменеге істедіңіз? Зачем? Мне партиясы бойынша айтады ғой, жоқ, ел сыйлау керек сен, мен сол үшін айттым деп. Міне осы семьяда көрген, ұяда көрген нәрсені естен шығармайды екен. Даже қазір, талай жасқа келгенде мен шешемнің құрдастарын, құрбыларын еске аламын. Ойпмай оғысы қиын кездерді. Өте қиын кез ғой, не айлық жоқ, не басқа жоқ, қылшадан басқа ешнәрсе жоқ. Соның өзінде қалай бізді тәрбиеледі? Қалай бізді өсірді? Ауылымызда бір бұзушылық болмайтын. Аналар оны ақырын ғана жайып, ақырын ғана былай неғылып, ешқандай айтпайтын. Ажырасу деген болмайтын. Бізде это бұл позор. 60-шы жылдары да, мысалы, мен ажырасып келді деген әңгімені естімейтін вообще. Ондай болмайды. Барған жерде тастайсың деген сол екен. Мен кейін оны түсіндім. Балапан ұяда не көрсе ұшқанда соны біледі дейді. Өздеріңізді қалай тәрбиеледі аналарыңыз? Қандай тәрбие берді? Мына жерде бір нәрсені айтқым келеді. Қазақтың жақсы бір мақалы бар. Дымды түсінбеген дымды да түсінбейді деп. Сөйтіп біз мамамыздың көзінен, мамамыздың қимылынан нақтылайтынбыз, білетінбіз. Мынау жағады, мынау жақпайды. Ана папамызға, әкемізге біз жолай алмайтынбыз. Ол кісі айтатын, бір жаққа сұрансақ, жібергісі келмегеннің бір несі айтатын, бар папаңнан сұран деп. Папаңнан сұран дегені, ол сен бармайсың дегені. Біз папаның алдына барып, сұрануға біздің ешқандай бір неміз жоқ болатын. Сол кезде. Ал енді ол өзімде қалған шығар. Қазір менің де балдарым, менің көз қарасымнан
өзімнің жаңағы немнен байқап қояды. Жақтырдым ба, жақтырмадым ба, дұрыс па, дұрыс емес пе деп. Сол сияқты ол да қанмен келетін нәрсе шығар. Содан кейін осы жерде тағы да айтып кететін, енді Шу қаласында өмірге келдім. Сол жақта 10 сыныпта оқып, Томскіде оқыдым, былай орыс тілі әдебиет факультетінде. Сөйтіп, одан кейін Шуға қайтып келдім де, 1-2 жылдан кейін, содан кейін осы жаққа обком комсомолға жұмысқа шақыртты, осы жақта тұрмыс құрдым да қалып қалдым. 25 жылдан кейін мені осы Шуға әкімнің орынбасары болып баруға бір мүмкіндік болды. Сол кезде үйге кеп, анам да үйде, үлкен кісі, білесіз. Сөйтіп, анам айтқан кезде, не істеймін, сіз де үлкен кісісіз енді, осы жақта әйтеуір түбіміз деп. Сол кезде сол кісінің айтқаны, сен ана Шуға барсаң, папаңның жатқан жері. Дәме Шайхы қызы келді десе, папаң ана жақта бір аунап түседі. Ал басқа ауданға барсаң, кім келді дейді сені? Бір әйел келді дейді. Мына жақта сенің ар жақында тегіңді білетін адамдар сені сыйлайды, сен сол үшін жұмыс істейсің деген. Сол сөз маған бір керемет, бір үлкен алға басудың жұмысы болды. Бардым, атқардым, із қалдырдым, қайтып келдім. Бірақ бүгінге дейін мен ойлаймын, сол жақтағы бір 25 жылдан кейін барып істеген жұмысым қазіргі күнге дейін менің нәрім деп. Өзімді қайтта сол еліммен, жұртымен таныстырған, сол мамамның бір керемет сөзі. Соны айтқым келеді, негізі әр ананы сыйлайтын бала болсын. Ол ананың жүріс-тұрысына де, ананың көзіне де, ананың қимылына да қарау керек. Ана соған лайық болу керек. Білесіз ба? Да. Рахмет. Келесі сұрақ, Ұлан Асламбек қыз өзіңізге, жалпы қазақта мынандай бір керемет сөз бар, қыз әкеге жақын болады дейді. Немесе қазір көп кісілерден байқаймын, кейін осы қыздарың бағат деген сияқты әңгіме айтып жүреді да, ұлдарың кетеді бір әйелдің артынан деп. Сіз осыған қалай қарайсыз өзіңіз? Өте рас, не келсем, себебі мен өзім көп балалы отбасынан шыққам, 5 ағайынды қызбыз. Әкеме өте жақын болып өстім, себебі папам 45 жыл өмірін мемлекеттік қызметке арнаған. Мен сол папамның жолын қуып, осы еліме, жеріме, туған жерге еңбек етейін, адал қызмет етейін деп, әкемнің жолын қуып өстім. Негізі ол отбасында дүниеге келгеніне қуанам, өйткені ол кісілер маған қандай еңбек етсең де адал жолмен, адал нан тауып жеп, халқыңа қызмет ет деп тәрбиелеген кішкентай жасымыздан. Сон мен кішкентайдан жаңағы қанымызға сіңді өзім. Өйткені білем, папам азанда кетеді, кешке келеді. Біз жаңағы осында отырған апайлар секілді көзін жаңағы жақындауға қорқатынбыз. Тура сондай отбасында біз де өстіп тәрбиелендік. Бірақ ризамын осы қызмет етіп жүргеніме. Жақсы, рахмет. Енді Динара ханым, өзіңізге сөз кезегі, жалпы қыз тәрбиесіне қатысты ойыңыз қалай? Сіздерді қалай тәрбиеледі ата-аналарыңыз? Енді негізінде мен де өз әкеме жақын болдым. Енді еңбекқорлық, адамгершілік қасиеттері, ол мен әкемнің қасиеттері деп айтсам қателеспеймін. Ал мейірімді, ашық жан, ол анамның нағыз қасиеттері. Бірақ жалғыз қыз болсам да, әкем ешқашан мені еркелеген жоқ. Оның арқасында дұрыс тәрбие берген арқасында қазір педагогпын, мектеп директормын. Еңбегіміз тек қана алда жүріп, жақсы нәтижелерді көрсетудеміз. Ол еңбек бар кезде әрқашанда халық та оны құрметтейді, сыйлайды, түсінеді. Сол себептен әрине қыздардың тәрбиесі бірінші орында. Енді әрине отбасы үлкен бір институт, ona емес, бірақ әкенің немесе ананың рөлі маңыздырақ деп оны да айта алмаймыз. Бірақ әрқашанда отбасы болып дұрыс тәрбие беру керек. Рахмет. Мәкен Рахымжан қыз, енді келесі сұрақ өзіңізге. Мынау енді
Өнер саласында өзіңіз келесіз ғой. Осы қыз балалардың өнер саласында өзін алып жүруі жалпы оңай ма, қиын ба, осы туралы не айтасыз, әйел адамдардың жалпы? Айтады ғой бәрі. Сөйлесе қалсаң, ой, өнер деген қиын, өнерге бару өте қиын, әсіресе қыз балаға қиын деген сияқты. Сондай әңгімелер естиміз. Әңгімелер естейсіздер. Ол кезінде болған әңгіме. Ал дәл бүгінгі күні бұл әңгіме ешқандай несі жоқ. Бұл кәдімгі қыздар оқу бітіреді. Театрымыздың дені жастар бізде қазір. Қаншама қыздар еңбек етіп жатыр. Жастар бір-бірін ұнатып қосылып та жатыр. Тұрмысқа шығып, өмірге бала келіп, қайттан жұмысына келіп те жатыр. Ешқандай несі өнерде кедергі болатын қыз балаға меніңше ондай еш нәрсе жоқ деп ойлаймын. Тек қана жұмыс, тек қана өнер, талант. Талант керек. Оқу керек балалар, қыз балаларға. Нілзия Алғазықызы, енді өзіңіз де талай жылдар қызмет істедіңіз. Мынау енді соңғы жылдар демек қой, осы тәуелсіздіктің басынан бері қарай бізде отбасы және демографиялық саясат дейді, гендерлік саясат дейді, әйел адамдардың қызметке келуі, тепе-теңдік, жаңағы 70% ер азаматтар билікте, 30% әйел болсын деген саясат жүріп жатыр ғой. Өзіңіз осы саясатқа көзқарасыңыз қалай? Қолдайсыз ба сіз? Енді қоғамда әртүрлі пікір бар. Біреулер жаңағы әйел адам үйінде отырып ұрпақ көбейту керек дейді, біреулер айтады әйел адам қызмет істеу керек дейді. Осыған байланысты ойыңыз қандай? Мен ойлаймын, қызмет пен отбасының екеуінің қайшы емес. Себебі жақсы отбасында қызметті де істеп, жаңағы отбасында да игеруге болады. Жаңа мен айттым ғой өзім. Мысалы 23-те тұрмысқа шықтым, 3 балалы болдым. Параллельно секретарь кезімді, зампред кезімді, сол кезде параллельно жаңағы үйде де, қызметті де бәрін атқардым. Но ол кезде, конечно, бізге көмектесетін жолдасымыз. Жолдасымыз. Біз екеуміз школда бірге оққанбыз. Постоянно өлең айтады, ашуланып келсем мен айтады. Махаббат партадан басталған. Өлең бар ғой, ашуды баса салады, мен күлемді жаңағы жұмыс істей берем. Поддержка жасау керек. Мысалы, 4 районда жұмыс істедім мен. 4 районға көштік. Әр районда 2 рет көштік. Біреуінде соның кейін основной жерге. Сонда көшіп, қонып жүргенде қиыншылық болмады дейсіз бе? Болды, конечно, бізде, отбасымызда. Бірақ та бір-бірімізді түсініп, бір-бірімізді жаңағы қолдап жүрдік. Ал енді жаңа Мәкең басқа кісілер айтқаннан кейін мен өзім ойладым. Сіздің тақырыбыңызды кішкене расширить етейін деп отырмын. Кеңейтейін деп отырмын. Бұрында партия әйелдерді таңдауды кішкентайынан бастайтын, школдан бастайтын, комсомолдан бастайтын и так далее. Сонда әр районда бізде 73 жылы облысымызда көп әйелдер басшы болған жоқ. Ғаникен Айдарханна Бибатырова деген осы жерде академия наукты бітіріп келген бізге Москвадан. Сонда соғысы тірі, қазір 90-ға келді, Алматыда тұрады, араласамыз. Сонда әр районда зампред минимум секретарь қыздарды іздейтін. Әр районда. Сол қыздар осы уақытқа дейін біз қызметтеміз. 80-ге келсек те, Күляш Амидиевна қараңыз, допустим, да, Бәтесті қараңыз, тағы басқалар. Сол терген қыздарды моншақтай терді ғой бізді. Понимаете? Сонда 26-ымда, 27-імде уже қызметтес болдым. Мен ол идеология деген білмейтімді даже. Понимаете? Соғысы үйретті. Сонда ойлайын, ондай қазір ұлан отырғаннан кейін айтып отырым. Ондай қазір жаңағы тәрбиелеп, осы адам болады ғой деп ары бері жүретін саясат жоқ. Идеология жоқ деп кейде айтайын деймді, қынжылам. Енді жаңадан келген идеологқа қалай, мен даже барған да жоқпын. Бірақ та қыз баланы не то что параллельно тәрбиелеу керек. Басшылардың арасында көріңіз. Наверное, қазір зам әкемі болып атқан облысымызда 1-2 шақ қыздар бар. Болды. Областной структурада тоже бір-екшеу. Санаулы. Әрбір салаға, сіздердің телевидениеде қазір наконец-то қыз келді. Рахмет оғанда, мысалы да, қыз бала. Сондықтан қыз баланы ауылға келіп, оқу бітіріп келгеннен кейін ынталандыру керек, поддержка жасау керек. Жаңа сіз айтып отырсыз, между делом айтып отырмыз ғой біз. Қазір гендерный саясатта районный, облыстық, аудандық
совет ветеранов деген бар, белсенді жұмыс істеп жатыр. Соның ішінде бірақ Іскер әйелдер нелер деген бар. бар, Аналар алқасы деген. Әр районда, әр сельский округта, қазір 180 сельский округ бар ма, или 140 па қазір, барлық жерде аналар алқасы. Барлық жерде бұрынғы директор школ, бұрынғы заведующий детсадом, бұрынғы заместительдер. Енді баяғы школда істеген тірліктерін қазір сонда көрсетіп жатыр. Сонда идеология жалғыз жаңағы әйелдерге байланысты емес қой, басқа да тірліктер бар ғой. Мысалы, мен просто өзіме жүрегіме ауырады, қазақ семьялар, жас семьялар ажырасып жатыр. 1 жыл тұрмай, 2 жыл тұрмай ажырасады. Да что это такое? Не болды соншама? Поэтому оның барлығы ойлайым, біріншіден отбасыда, мектепте де. Себебі қыз баланы дайындау керек, сен обязательно тұрмысқа шығасың. Сен обязательно сол тұрмыста жаңағы сол ауылға сіңесің. Ер баланы параллельно тәрбиелеу керек. Ер бала отбасының иесі, ол қамқоршы, ол табыс табатын адам. Біз ер баланы өйтіп тәрбиелемейміз ғой. Ер бала болғаннан кейін футболист болады, хоккеист болады, ойбай мынандай министр болады. А отбасының иесі деп тәрбиелемейміз ғой. Поэтому балалар жаңағы әйел жаңады, мен оны білем. Осы уақытқа дейін детсадтарға араласам, мысалы, детсадтарды сұраймын. Күйеу қайда жұмыс істейді? Өздері детсадта жұмыс. Күйеуі шабашкада. Какая шабашка? Айналайын. Ну, шабашка деген строительство и так далее. Қысы жазы диванда жатады, 2 ай только жұмыс істейді. Ол болмайды ғой. Сондықтан біз қоғам болып, біз болып, гендерный политика, саясат, басқа да саясат болғанда, біз жаңағы баланы да, қызды да семьяға тәрбиелеуіміз керек. Екеуі параллельно жұмыс істеу керек. Екеуі параллельно табыс табу керек. Түсінікті, рахмет. Динара ханым, сіз мектеп басшысыз ғой. Нилзия апай айтып отқанын сізге ары қарай жалғап жіберейін деймін да. Мысалға, мектептерде қазір енді оқушылар, кішкентай қыздар, балалар бәрі бар. Соларға бір үйрететін отбасы құндылықтарын дәріптейтін бір сабақтар бола ма, әлде бір ашық сабақтар басқа деген? Әрине бар. Қандай? Одан бөлек бізде қыз жібек клубы бар, әжелер мектебі бар, аналар мектебі бар. Міндетті түрде жеңгелер шақырамыз, апалар шақырып, кеңесін алып, қыздарға тәрбие бағыт беріп жатыр. Мысалы, қазіргі уақытта енді мектепте жұмыс істегеннен кейін біздің қыздарымыз шаштарын жалбыратып жүреді, жайып. Мен ұрсам, қазақтар қай уақытта шашын жайып жүретін? Сіздер білесіздер ме соны? Сол апалар шақырып түсіндіреміз. Ұлттық құндылықтарды бойына сіңіреміз. Жақсы, рахмет. Дәмеш Айқыз, мынау енді басшы деп қалдық қой, гендерлік саясат деген. Енді өзіңіз де талай жылдар басшы болдыңыз, орынбасар болдыңыз, басқарма басқардыңыз деген сияқты. Халық арасында бір сөз бар, еркек басшы болса, бір көзін қысып жүреді дейді. Әйел адамдарға неге үйтіп айтпаған, әйел адам басшы болса, қандай болады жұмыста мысалға? Ана орысша айтқанда щепетильный дейді ғой, сондай бола ма, әлде басқаша ма? Әйел басшы деген қандай сіздің көзқарасыңыз? Әйел басшы тиянақты болады. Өзінің сөзінде тұрғысы келеді. Ар жағында қазақтың ең бастысы намыс дейді ғой. Әйел басшыдан намыс болады. Ал намыс жүрген жерде, мен ойлаймын, тірлікте, жұмыста барлығы болады деп. Сол үшін әйелдерді жұмыс істеп жүрген, жаңағы Нилзия Алгазиевна айтып кеткендей, резервте бар қыздарды көтеріп жұмыс табыстаса, берсе, ол әйел ең бастысы маған осыны табыстады ғой, берді ғой деп намысқа тырысып, сол жерде қалай да болса, әйтеуір сол ұжымның тілін тауып, сол жақтан нәрсе бір шығармай жұмыс атқаруды, көңілін табуды, ол ұжымның көңілін табуды, ол бір стратегия. Ол ұжымдағы адамның көңілі болмаса, ол жұмысты қалай болса солай атқарады. Соның барлығын біліп, бастарынан сипап, недерінен қағып, және айтатын жерде нақты айту керек. Ол ондай нәрсе болу керек. Мен ойлаймын, әйел басшыны қойса ешқашанда өкімет одан жаман болмайды, ұтылмайды. Енді, бұл әйел басшы деген таңсық емес, енді тіпті мына батыстың кейбір елдерінде әйел президенттер бар, әйел премьер-министрлер бар, сондықтан енді бізге мүмкін жаңсақ естілгенмен, олар сәтті басқарып отқан біз саясатты білеміз. Ұлан Асламбекқызы, енді өзіңізде талай жылдар басшылық қызмет атқардыңыз, мемлекеттік қызметте келе жатсыз жастайыңыздан. Отбасымен осы мемлекеттік қызметті қалай алып жүресіз? Жалпы
бір үйде кикілжіңдер болып қалмай ма деген сияқты, сіз ақ жаңағы жұмыстан келе не қыласың деген сияқты. Соған не айтасыз өзіңіз? Енді біріншіден қазір осы мемлекеттік қызметте жүргеніме 19 жылдан асты. Мен отбасы құрғаныма 16 жылдан асты. Енді оқу орнын бітіргеннен кейін отбасылы болып осы жұмысқа тұрдым. Отбасымда қазір 2 балам бар. Балаларым ер жетіп қалды. Осы қызмет етіп жүргенім ең біріншіден жолдасым арқасы. Ол қанша мына қызметтің қызығы шыжығы болады, кешке бірде көңіл күйің болады, бірде көңіл күйің болмайды, әртүрлі болып барғанда. Кейде кеш қайтасыз ба? Оңаймыз ғой? Иә, таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін жұмыста жүріп, енді бізге қазір осындағы апайлар айтып отыр ғой, қыздар үлкен жауапкершілікпен атқарады қызметін. Бізге бір қызметті тапсырды ма, бізде сол қызметті басынан аяғына дейін орындап шығу біздің ойымызда тұрған үлкен жүк болады да, біз оны жауапкершілікпен, намысқа тырысып, сөз келмесін, ешкімнен сөз естімейік, мынаны беріп едім, мына түбіне жеткізбеді, қалай болса солай атқарды деген сөз айтпасын деген оймен жүреміз да, тиянақты орындауға тырысамыз. Жалпы әйел азаматтар қызметте жүрген, қыздардың барлығы сондай. Ер азаматтардан гөрі, мен енді қанша жыл осы қызметте жүрмін ғой, әйелдер, қыздар жауапкершілікпен қарайды. Тиянақты, жұмысы бітпейінше жұмыстан кетіп қалу, сылтау айту, ондай қыздарда жоқ. Сол үшін үйге барғанда, отбасымда үйдің отағасы, күйеуіме алғыс айтамын, жолдасыма. Ол әрдайым қолдап, сыйлап, сенің жұмысың бар деп, бірақ балалардың тәрбиесінде екеуміз бірдей араласамыз. Бала болғаннан кейін олардың да тәрбиесіне көңіл бөлу керек. Қазір заман кішкене біздің кезіміздегідей емес. Бізде әке-шешеміз айтты ма, болды, оны орындау заң болатын. Ал қазіргі балаларда мынау интернет заман болғаннан кейін кішкене басқаша әртүрлі тәрбиеге бағытқа өтіп кетуі мүмкін. Сол үшін жолдасымен бірдей қараймыз. Бірдей қараймыз. Рахмет. Мәкен Рахымжанқызы, мынау енді жаңа мен бір статистиканы айттым. Bir қарасаң адам шошиды. Bir жылдың өзінде 2024 жылы 600-мыңнан астам неке қиылған Жамбыл облысында. Соның 1000-ға жуығы ажырасып кеткен қайттан. Жалпы енді қазіргі жастардың ажырасу себебі неде деп ойлайсыз? Шыдамай ма, былай әлеуметтік жағдай ма, қиыншылыққа шыдамай ма? Осыған байланысты ойыңыз қалай сіздің? Кезінде мысалға сіздер де қиыншылықта өмір сүрдіңіздер ғой? Жастардың бәрі сол жаңағы интернетпен, жаңағы соткамен, көбісі сол жаңағы немен танысады. Әлеуметтік желі арқылы танысады. Танысады да, кездеседі да, сонымен үйленеді да, оның кейін ары қарай өмір сүру қиын. Бір-бірін түсінбейді. Жастар бір-бірін түсінбейді. Бұған енді қоғам кінәлі ма, жоқ адам кінәлі ма, жоқ отбасы кінәлі ма, оны біліп болмайсың. Қазіргі жастардың психологиясы совсем бөлек. Мен мысалы айтайын сізге, біздің 5-ші Жамбыл атындағы мектеп бар ғой, гимназия. Сода мен 34-35 жыл жұмыс жасаймын. Менде үйерде драма студиям бар өзімнің. Балаларды өнерге тәрбиелеймін, мысалы, қаншама дүниелер сахналайын балалармен, сонда қарап отырам ғой балаларға. Бұрынғы мен осыдан 30 жыл бұрынғы балаларды, осыдан бір 10 шақты жыл бұрынғы балаларменен дәл бүгінгі күннің балаларын салыстырам ғой мен. Еш нәрсеге қызықпайды. Неге балалар? Еш нәрсе қызықтырмайды. Не сабақ, не өнер, не басқа. Ештеңке. Енді әрине бәрі емес қой енді. Бірақ жалпылама мұғалімдер, класс жетекшілер прям көп не алады. Мәкен әпкей оқымайды сабақты. Одан да сіздің кружогыңызға қатысып жүре берсінші адам болар дейтін мұғалімдер де бар, мысалы, енді ол жасыратын жоқ қой енді. Сонда қарап отырмын деме, ол неден? Тәрбиеден ба, неден деп ойлайсыз? Ажырасу неден деп ойлайсыздар? Ажырасу мына заманда мен ойлаймын өзім. Енді біздің ұлттық тәрбиеміз жоғалып бара жатыр. Біріншіден, біздің қазақи ұлттық өзіміздің қазақы балаға беретін тәрбиеміз жоғалғандықтан балаларымыз тек қана орысша сөйлейді, орыс Европаға еліктейді, жаңағы неге еліктейді. Сонымен көп нәрсе содан кедергі болып жатыр ау деп кейде ойланасың енді. Сондықтан мен ойлаймын, балаға ата-ананың тәрбиесі өте маңызды. Сондықтан жаңағы небір ата-аналар келеді мектепке.
сонда жаңағы мұғалімдерге жалоба жасайды. Оны неге оқытпайсыздар? Неге ол сабаққа не қылмайды? Сіздер неге тексермейсіздер? Сол мұғалім кінәлі да енді ол жерде. Қалай мұғалім кінәлі болады? Мұғалім оны үйден ата-анасы тексеріп, баласын тәрбиелеп, ақылын айтып, мектепке жіберіп отырса, мысалы, ол әрине кім түсінеді, басқаша болар деп ойлайсың ғой енді. Сондықтан ажырасу деген дәл бүгінгі заманда шынында да өте өрт алып бара жатыр. Неге екенін мен ойлаймын, әлеуметтік желіден ба, жоқ бүгінгі күнгі жастардың психология совсем бөлек па, бүгін танысады, жақсы көреді, ертең бір ұнамай қалса екеуі, болды, екі айырылысып кетеді. Бұрын заманда ондай емес еді ғой енді. Біз де жас болдық қой, мысалы, Бұрын тіпті әшейін танымайтын адамды алып қашып кетіп, сонымен ақ бақытты болып өмір сүріп жатты. Соны айтса ше. Ол кездерде танысып үйрену жоқ еді. Бір нәрсені қосқым келеді да. Білесіз ба, бүгінгі күні біздің балаларымыз ажырасады. Олар күрескісі келмейді. Олар жеңіл жол. Жеңіл. Соны айтамай отырмын. Бүгін қосылды, ертең былай отбасы болғаннан кейін жаңағы айтамыз ғой, ыдыс сылдырламайды деген. А олар сол сылдырлаған ыдысқа көнгісі келмейді. Әркім өзінше. Сізге қосайын ба? Бұл мысал үшін біздің кезімізде бір чемодан мен бір көрпе жоқ, газет жайып, шай ішіп, сөйтіп үй болғанбыз біз. Қазіргі заманда не дейсіздер ғой, ата-ана? Ата-ананың өзі ешқандай балаға өзіне салмайды салмақты. Бәрі дайын. Үй дайын, дүние дайын, бәрін апарып береді. Содан кейін дайын дүние, дайын, барлығы дайын болғандықтан балалар өздері талпынып, өздері еңбектеніп, таппағаннан кейін бір жағы, осы жағы да бар. Содан кейін балалар, білмеймін, ата-анаға салмақ салып отырады. Мен бір толықтырайыншы, күліп отырғаным. Қазіргі заманда тәтті шай дейміз ғой. Барамыз, барлығы бір-екі айдың ішінде мәселе осылай шешіледі дейміз. Сонда айтам, бір қателік. Тәтті шай болғанда жаңағы ырым-жырым, шапан бір нәрсе беруіміз, айналайын. 2 айдың ішінде мына қызды дайында. Тамақ пісіруге үйрет, гладить етуге үйрет, қонақты қарсы алуға үйрет. Сонан кейін только біз аламыз деп айтуымыз керек. Біз осыны айтпаймыз. Мен ол турктардан көрдім. Турктар 3 ай жаңағы келінге сырға тағады ғой. Содан кейін 3 ай 4 ай апта сайын келіп, менің келініме не үйреттің дейді. Сонда келін біресе вышивкасын береді, біресе тоқмасын береді, біресе тамағын көрсетеді, біресе. Сонан кейін уже ана ене жаңадан будущий құдағи айналайындар, қызды мен үйреттім. 3 айға мен шыдамайын. Жаңағы 10-15 адам турктарды күту керек қой. Бір күні шалдар келеді, бір күні келесі аптада елдер келеді, одан кейін қайынсіңлер. Это ужас. Но 2 айдың ішінде жаңағы білмеген нәрсені қыздың мойнына тағады. Мына миына құяды. А біз деген ойлайтынымыз, біз басқа ұлттан да үйренуіміз керек қой. Біздің ойлайтынымыз қанша киім әкелді, қанша өлтіріп еді, қанша... Ну это зачем? Керегі жоқ қой ол әпсе. Абсолютно керек жоқ. А керек отбасы бол. Біз ер баланы тәрбиелейік семьяға, сіз жақта 2 айдың ішінде қыздарыңды жаңағы білім бересің, жаңағы тамақ дайындайсың, и тогда қонақ күтесің деп шыдайсың осығанға деу керек. Біз оны істемейміз. Лидия апай, жақсы ой қостыңыз керек. Көптен бері осыны ойлаушы едім. Саған айтқаным дұрыс болды бүгін. Мынау енді шынында тәрбиеге емес, біз материалдық жағдайына қарай мән беріп кеткенбіз ғой. Қандай жер екен, бай ма екен, несі бар ма екен, қанша қалың бала келіпті, тойы қайырды болып тұр екен. Дымға керегі жоқ нәрсені біз сондайға қазір өкінішке орай сондай болды. Енді айтып кетіңіз. Статистикада шошытады бізді. Бір жылда Тараз қаласында мысалы 3000 отбасылық құрса, жартысы 1,5 мың ажырасады. Оның негізгі себебі бізде бастау жұмыс тобы жұмыс жасайды, мысалы әкімдікте. Бірінші олар сотқа қайырылады ғой, сосын арнайы бір уақыт береді екеуін татуласуына. Ол татуласу үшін біздің жаңа жұмысшы тобы арнайы жұмыс жасайды, бастау тобы. Олар шақырады, екі жақпен сөйлеседі. Сондағы айтатыны кейбір келіншектердің. Мен әдейі арыз бердім, оны қорқытайыншы деп едім дейді жаңағы күйеуін. Кішкене жауапкершілікті сезінсін. Мен ғана жұмыс істей берем ба, мен ғана семьяны сүйрей берем ба деп сөйтеді. А біреусі айтады,
лудомания, құмар ойындарға кіріп кеткен. Ол уже болмайды. Мен қанша айттым, ата-анасын шақырдым деп. Соған енді біздің қоғамдағы өзекті мәселе болғаннан кейін, барлықтарыңыз білесіздер, бізде қазір отбасын қолдау орталықтар ашылып жатыр. Енді біз ажырасып жатыр деп мемлекет қарап отпайды ғой. Иә, біз қандай да бір әрекет ету керекпіз ғой, мемлекет тарапынан бір жұмыс жүргізу керекпіз. Соған біз отбасын қолдау орталығын аштық. Сонда арнайы психологтар, заңгерлерін бәрін отырғыздық. Бірден жүгіріп сотқа барып, ажырасуға арыз бермей, мәселені шешейік, түйін шешейік. Жұмыссыз ба, жұмыс тауып берейік. Әйел қолыңызда не келеді, арнайы курстардан, оқудан өткізіп, сізді де мына қоғамға бейімдейік деген сияқты. Сондай жұмыстар бар, бірақ енді статистика шошытатын болмаса, енді мемлекет тарапынан менің айтайын деген барлық жағдай жасалып отыр. Мысалға, көп балалы отбасылар мемлекет тарапынан жәрдем беріледі. Атаулы әлеуметтік көмектер беріледі. Тек қана баланы қоғамға, отбасына жақсы бала, тәрбиелі бала ретінде тәрбиеле. Сен мемлекеттің сұрайтын сол. Олардың бастауыштан бастап ыстық тамақпен қамтылу, оның барлығы бізде бар. Жағдайдың бәрі бар. Жақсы, рахмет. Енді Ұлан Асыланбек қыз дұрыс айтып отырсыз. Бұл жерде біз бәрін әйелге әкеп артып қоюға болмайды. Кішкене ажырасу болсын, басқа мәселе болсын, еркектің де кішкене жауапкершілігі керек деген әңгіме ғой, ер азаматтардың да. Әжептер. Бірінші жаңағы, дұрыс айтасыз. Бізде уақытымыз шектеулі, бізге қазір уақыт аяқталып қалды деп хабарлама беріп жатыр. Бір соңғы сауал, бір ауыз сөзбен жауап берсеңіздер. Мәкен Рахымжанқызы, 8 наурызға сіз үшін ең қымбат сыйлық не? 8 наурыз үшін маған ең қымбат сыйлық гүл. Мен актриса ретінде гүл алып үйренген, гүл жақсы көремін. Сондықтан 8 март мен гүл күтіп тұрам. Күйеу балам, бар гүл әкеп берсе, мен соған мәзбін. Ең сыйлық гүл маған. Ұлан Асыланбек, сіз үшін ше? Мен үшін үлкен сыйлық отбасымның амандығы, анамның амандығы. Нәзия апай, сіз үшін маған денсаулық. Денсаулық. Сіз үшін? Мен үшін отбасымның амандығы, ол гүл болсын, ол жай басқа бір нәрсе болсын, мына орысша айтқанда внимание. Да, сондай бір нәрсе болса, ойланып қаласың. Жүрегің жақсы болып қалады, елжіреп қарады. Мені ана ретінде, мені былай айтқанда әйел ретінде әлі сыйлайды екен ғой деп. Өз балаларының өз қолымен жасаған сыйлықтар. Әрине ол амандығы. Жақсы, рахмет. Құрметті қонақтар, мынау мерекеде өздеріңіз келіп, керемет бір емен жарқын әңгіме айтып, 8 наурызға қатысты мынау біраз тақырыпты қозғадық. Дегенмен де осы қазақ елі, қазақтың қыздары, өздеріңіз, отбасыларымыз бәрі аман болсын. Аман елдің аты шығады дейді қазақта. Уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс айтамыз. Құрметті көрермендер, бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жетті. Келесі хабарда кездескенше тұғырымыз берік, байрағымыз биік болғай.